Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін мен сіздерге өзімнің авторлық жұмысым сабақ кестесін автоматты құру жүйесі программасымен қалай жұмыс жасауды көрсетіп түсіндіремін. Бұл программада барлық функциялар осы бір бетте орналасқан. Бірінші сыныптар базасын баптаймыз. Енді қазақ сыныптары бар деген жерге галочка қойғаннан кейін бірінші ауысымдағы, екінші ауысымдағы сыныптар тізбегін енгіземіз де сыныптарды сақтау дейміз. Сол кезде сыныптар базасы сақталды деген хабарлама шығады, окей батырмасын басамыз. Пән атаулары және сан пен балдар базасы. Бұл жерде балдар және пәндер бірден көрініп тұр. Бірақ егерде өзгерту керек болса, мысалы физиканы өзгерту деген жерге басамыз, ол жоғары жағындағы терезеден шығады. Осы жерден оның балын өзгертіп, өзгерісті сақтау десек, қараймыз не өзгерді. Бірақ біз бұны қайтадан 9 бал деп өзгертеміз, өйткені дұрысы 9 бал болатын. Өзгерісті сақтау. Өзгеріс енгізілді. Егер артық пән болса, өшіріп тастауға болады. Пән жоқ болса, пәнді жазамыз. Содан кейін балын қоямыз да пәнді қосу дейміз. Пәннің атауын вариатив 2. 4 бал берейік, пәнді қосамыз. Пән қосылды. Әрине, вариатив пәннің дұрыс атауын өздеріңіз жазасыздар. Енді мұғалімдер карточкасын толтырамыз. Мысал ретінде мен сіздерге қазір былтырғы оқу жылының деректерін пайдаланып, екінші ауысымның сабақ кестесін жасауды көрсетемін. Мысал ретінде енгізіп жатырмын. Мұғалімнің аты жөнін жазамыз. Пәні Қазақстан тарихы. Сыныпты таңдаймыз. 8-ші А сыныбы. Енді қараңыз, бұл жерде тағы да мынандай жерлер бар. Толық бос болатын күндері. Яғни біз бұл мұғалімнің бос күнін қойып бере аламыз. Қандай да бір күнді бос қою керек болса, қойып бере аламыз. 1 сағатқа келуге болмайды десек, оны да қойып бере аламыз. Қай сабақтарды өтуге болмайды десек, оны да көрсете аламыз. Бұл Қазақстан тарихы бізде неше сағат? 2 сағат дейік. Толық сынып келеді. Мұғалімді сақтау дейміз. Енді бұл кісінің басқа пәні бар. Қайтадан аты жөнін кіргіземіз. Басқа пәні ол дүниежүзі тарихы. Тауып алайық. 2-ші ауысым сыныпты таңдаңыз. Бұл тағы да 8-ші А класында 1 сағат дүние тарихын береді. Мұғалімді сақтау дейміз. Келесі мұғалімді қосу үшін қайтадан жерге барамыз. Мұғалімнің аты жөні. Бұл кісі де Қазақстан тарихынан береді. 2-ші ауысымда бұл кісі береді 6-шы Б класына берген былтыр, және ол Қазақстан тарихы 2 сағат. Сынып жүктемесін қосу деген кнопканы басу арқылы осы мұғалімнің осы пән бойынша басқа сыныптардағы жүктемесін қосып, сағат санын көрсетіп, мұғалімді сақтау деген батырманы басып отырамыз. Енді топқа бөлінетін пәнді көрсетейін. Мұғалімді жазамыз, пәнін таңдаймыз, сыныпты көрсетеміз, сағат санын жазамыз. Бірінші топ немесе екінші топ екенін көрсетіп, мұғалімді сақтау дейміз. Осылайша барлық мұғалімдерді енгізіп шығамыз. Енді спорт зал бойынша мәліметті енгіземіз. Яғни бір сабақ кезінде 2 класс кіруге бола ма, 1 класс кіруге бола ма. Одан кейін күнделікті 8 сабақ па, әдет 7 сабақ па екенін көрсетеміз де, санпин бойынша сабақ кестесін жасау деген батырмаға басамыз. Кесте бірінші осы беттің өзіне шығады. Бұл жерде бірінші ауысымның деректері енгізілмегендіктен ол бос болып тұр. Тек қана 2-ші ауысымның деректері бар болғандықтан 2-ші ауысымның сабақ кестесі жасалды. Бұл жерде қарасаңыздар, аптаның басында және соңғы күндері қиындық деңгейлері аз балдық пәндер қойылады, ортасындағы күндерге қиын пәндер қойылады. Осыны жасап болғаннан кейін Excelге жүктеу деген батырманы басамыз, кестеміз Excelге жүктеледі. Жүктелген файлды ашамыз. Мына жерден бірінші ауысымның сабақтары енгізілмегендіктен оны алып тастаймыз.
екінші ауысымның кестесін, шеттіктерін, өлшемдерін қойып, жиектерін орнатып, өзіміздің ыңғайымызға қарай ыңғайлап реттеп аламыз.